Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен медовиктің ең күшті рецептімен бөлісіп тұрмын. Сразу лайк басып сақтап алыңыздар. Қараңыздар, өте биік болып шығады. Бізде бұл жерде заварной креммен жасағанмын. Өте оңай, әлі қолжетімді заттармен құрамы. Той жиындарға заказ қабылдап сатсаңыздар болады. Неге десеңіздер, бұл үлкен патентте істегенмін. Алдымен крем дайындап аламыз. Осындай қазанымызға ұн, қантымыз салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып 1 литр сүт саламыз. Сүтіміз жақсылап барлығын комочка болып қалмау керек. Жақсылап осылай бірінші газге қоймастан бұрын араластырып алатын боламыз. Болған соң газды жағып, кремімізді дайындап пісіріп алатын боламыз. Басына кішкене осылай қайнап шығады. Одан кейін астын жайлау қойсаңыздар болады. Осылай қою болғанша 10-15 минут осылай тоқтамай қозғап тұрып пісіріп алатын боламыз. Уже бізде почти крем дайын болып қалды. Міне өзі қою сгущенка сияқты болып пісіп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай. Бізде креміміз дайын. Енді газден алып ішіне ванилин салатын боламыз. Ванилин бұл жерде бізде креміміздің есін дәмін әдемі қылып тұрады. И комнатный температурада тұрған сармай салатын боламыз. Сармай кремнің ішіне салып, кремнің ыстығымен өзін ертіп кететін болады. Жақсылап араластырып аламыз. Ішіндегі сармайлар еріп біткенше. Ендігі кезек жайлап корждарын бастайтын боламыз. Осылай құрғақ ыдысымызға 6 штук жұмыртқаны жағып алатын боламыз бірінші кезекте. Содан кейін барып қантымыздың барлығын сап алатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап көбіргенше, қанты ерігенше, бір масса болғанша осылай араластырып аламыз. Енді осылай бөлек ыдысқа 1 ас қасық соды мен 1 ас қасық уксус 9%-тік екеуін араластырып кайсет етіп алатын боламыз. Міне осылай көбіріп шығады. Бұл жерде соданың ащы дәмі келмеу үшін осылай уксуспен араластырып алатын боламыз. Жаңағы жұмыртқамызға салып, жақсылап біркелкі болғанша оны араластырып аламыз. Енді мьотымызды дайындаймыз. Мьот сап аламыз. Біздің үйде банкіде мынандай магазинский не жоқ екен, мьот жоқ еді. Мен үйде бар осындай таза мьотпен істедім. Сіздер магазиннен сатып алып, арзандау мьотпен де әдемі болады негізі. Осылай ерітіп алдым. Мьоттың парқы жоқ деп айтайын деген бе жаңа. 1 чайный ложка не салып жібереміз. Қызару үшін чайный сода. Жаңағы менің кішкене қазаным кішілеу болып қалды, соның үшін үлкендеу табаға салдым. Осылай қызартып күйдіріп алатын боламыз. Тоқтамай араластырыңыздар, болмасам тағы жабысып қалмасын. Ләжі барынша жабыспайтын затқа істеңіздер. Сармайымызды саламыз. Бұл да комнатный температурада тұрған. Или мұздай болса да бола береді. Оны жақсылап салып, осылай ерітіп алатын боламыз. Енді кішкене 5 минут суыған соң жаңағы жұмыртқа массамыздың бір шетіне құйып отырып, осылай барлығыны араластырып аламыз біркелкі болғанша. Ендігі кезек бізде ұн. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Бірдесінен салмаймыз. Онда бізде араластыруға кішкене қиындау болып қалады. Осылай 2-3 бөлікке бөліп отырамыз. Араластырып осылай дайындап аламыз. Бізде қатты қамыр болып шықпайды, зуала сияқты. Бізде осылай қоюлау қамыр болады. Міне біздің медовигіміздің қамыры дайын. Осындай көріністе болады. Сұйықтығы да, қойықтығы да. Бұдан артық салмаңыздар. Бұл қамырды енді 4 ыдысқа бірдей етіп бөліп аламыз. Неге десеңіздер, бізде әр листа бірдей болып пісіп шығу үшін. Енді осылай листімізге сармай жағып алатын боламыз, жабысып қалмау үшін. Жаңағы қамырымызды айтпақшы, жарты сағатқа холодильникке сап аламыз. Жарты сағат холодильникке сап аламыз. Осылай кішкене ортасына қамырымызды салып, қолымызды кішкене ұнға батырып жайып аламыз. Неге десеңіздер, қамыр жабысқақ болады, қолға жабысып қалмау үшін. Осылай ұнмен кішкене сеуіп осылай жайып алатын боламыз. Міне коржымыз пісіп шықты біріншісі. Осылай пышақпен шеттерін қырып шығатын боламыз, осылай көтеріп. Оңайлау түсу үшін абайлайсыздар, бізде корждар өте жұмсақ, нәзік болып шығатын болады. Міне уже екіншісін жайып жатырмын. Осылай қолдарыңызды ұнға батыра отырып жайып аласыздар. Шлик көпте ұн қатты көп неғыл желмеңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлық жерін бір тегіс етіп жаямыз. Міне корждарымыз 4 коржда пісіп шықты. Міне осылай әдемі үлкен болып шығады. Енді пышақпен шеттерін кесіп алатын боламыз.
бұл бізге ана пирогымыздың медовигіміздің үстіне сәндегенге керек болады. Осындай чопперге немесе блендермен езіп алсаңыздар болады. Или бұндай болмаса жаңағы оқтаумен пакетке салып езіп дайындап алсаңыздар болады, майдалап. Енді жаңағы креміміз дайын, коржымыз дайын, осылай жинап алатын боламыз. Кремді де 4 ыдысқа бөлек етіп сап аламыз, барлығына бірдей жету үшін, болмасам жетпей қалады, біреуінде аз, біреуінде көп деген сияқты. Міне біздің осындай медовигіміз почти дайын болды. Жаңағы майдалап алған нандарымызды бетіне, шеттеріне жақсылап бір келке етіп осылай сеуіп шығатын боламыз. Шеттеріне де тигізіп міне лопаткамен жақсылап әдемілеп шығасыздар. Біздің медовигіміз дайын. Той жиындарға да беймарал заказ қабылдап сатсаңыздар болады. Ас болсын.